Мына қазақтың жақсы мақалы бар ғой, ештен кеш жақсы деген. Мына қартайған уағымызда бір көрініп қайтайық деп әйтеуір шаршағандығымыз бар. Сонан баяғы еттіп кешіріп қояды ғой деп, алдын ала қорқақтық жасап атқаным ғой. Bir кішкентай комментарием бар жайлау туралы. Мына басында пентатоника звучать етеді. Ол мынау татардың музыкасы ғой дейді қазақтар бар. Негізінде біз қазақ халқы, шығыс халқына жатамыз ғой. Сондықтан жайлауда күнді шығарып, торғайды шырылдатып, сосын зретілді қаратып алу үшін осындай бір алдын ала қосқан пентатоникам бар вариациялар. Соны әдейі ескертіп қояйын деп жатырмын.